Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым, құрметті жігіттер қауымы. Көптеген сұрақтар келіп түсуде. Ол сұрақтардың ішінде мынау ерлердің қабілетін көтеретін қандай дәрілер бар, болмаса жаңағы рух сапасын қалай көтеруге болады, оның зияндығы қандай, ертеңгі күні видео болып қалмайын ба деген сияқты сұрақтар көптеп түсуде. Соған байланысты бүгінгі видеодан осының жауабын алатын боласыздар. Бүгінгі мынау видеоны бастамас бұрын біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Телеграм каналымыз бар, және де біздің Инстаграм парақшамыз бар. Тіркеліп алыңыздар, өте керекті сіздерге мағлұматтарды осы парақшадан ала аласыздар. Олай болса, бүгінгі тақырыбымызды бастасақ, көп жағдайларда ерлер үйленгеннен кейін жаңағы рух сапаларының төмендеп кетіп, әйелдер мынау екіқабат бола алмай жатқан кезде келіп уролог дәрігерлерге жүгініп жатады. Осы кезде рух сапасының проценті төмендеп кетуі, болмаса морфологиясының төмендеп кетуі мүмкін. Соны қалай көтереміз, не істейміз деген сияқты, әрине бұның барлығын бірінші диагностика жасау керек болады. Тексерістен өтіп, одан кейін барып ары қарай анықталғаннан кейін барып ем жасау керек. Егер сіздің бойыңызда ешқандай патология болмаса, тек қана рух сапасыңыз түсіп кететін болса, онда әрине дәрумендермен көтеруге болады. Егер оның проценті қалай, морфологиясы қалай түсіп кеткен, соған байланысты болады, негізде анализге байланысты. Біз көп жағдайларда диагностика жасағаннан кейін барып ем тағайындаймыз. Қандай бұл бедеуліктің алып келуіне, жаңағы рухтың сапасының түсіп кетуі не себепке болып жатыр? Мүмкін жаңағы варикоцелия ауруына байланысты түсіп кетіп жатыр ма? Мүмкін жаңағы ағзада жүрген инфекцияға байланысты түсіп кетіп жатыр ма? Мүмкін жаңағы иммунитетің түсіп кетіп, сол арқылы дәрумен жетіспеушілік байқалып, соған байланысты түсіп кетіп жатыр ма? Оның әрине себептері өте көп. Егер де процентіңіз 30%-тен жоғары болса, мынау жалпы қозғалу 40%-тен төмен болатын болса, бұл жағдайда үй жағдайында басқа патология болмаса, әрине дәрумендермен көтеруге болады. Сол үй жағдайында ішетін мынау дәрумендерді сіздерге таныстырып кетейін. Мен айтып жүрген жаңағы МВ витаминдері, iHerb компания витаминдері сапа жағынан жақсы болып келеді. Соның бірі мынау Тупердей деген витамин. Қарап отырсаңыздар, азаматта мен де ішіп жүрмін бұл витаминдерді. Бұл көптеген витаминдердің жиынтығы. Енді дені сау азаматтар үшін рух сапасы аздап төмендеген болса, бұны көтеруге, бұл тек қана рух сапасына ғана емес, жалпы иммундық жүйені нығайтуға арналған препарат. Бұл сыртын қарасаңыздар, iHerb сайтында бар. Артында қандай витаминдердің жиынтығы екен жиналған. Бұл комплексті профилактикалық мақсатта, яғни алдын алу мақсатта бұны ішуге болады. Сонымен қатар, тағы да иммунитетті көтеру мақсатында біз витамин С ішеміз, аптекадан аламыз, аскорбин ішеміз. Соның аскорбат содасы бар. Бұл ұнтақ түрінде жүреді. Ұнтақты жаңағы кішкентай қасықпен 4-тен 1 бөлігін күнде суға араластырып, 100 мл, 50 мл суға араластырып ішсеңіз, бұл иммундық жүйеңіздің көтеруіне алып келеді. Бұл антиоксидант болып табылады. Бұл дәрумендер жаңағы рух сапасы болсын, жаңағы ағзадағы жалпы иммундық жүйені көтеру үшін көмегін тигізеді. Ал енді тағы да бір витамин бар. Бұны енді реклама жасап жатыр деп ойламаңыздар. Ешқандай реклама емес. Бұл жерде адам ағзасына тиімді болғаннан кейін iHerb магазиндерін сатып алсаңыздар болады. Болмаса жаңағы өздеріңіз үйде телефон арқылы iHerb'тың приложениесі арқылы заказ беріп алдырсаңыздар болады. Бұл жерде мынау қарап алсаңыздар, хром, пикалонат хрома. Бұл хром, егер ағзада мынау тәттіге деген қызығушылық басым болса, тәбет тәттіге деген тартатын болса, ағзадағы хромның жетіспеушілігін орнын толтыру үшін, тәттіге деген тәбетті басу үшін хромның көмегі жақсы тигізеді сіздерге. Енді тағы да басқа да қосымша дәрумендер бар. Енді оның барлығы тексеру барысында анықталғаннан кейін әрине тағайындалады. Егер бұл жерде жігіттер қараңыздар, бедеулік деген жалпы не? Бедеулік еркектің, яғни әйелдің жүкті бола алмауына, қабілеттің болмауына байланысты бедеулік болады. Бұның рух сапасының төмен болуы, яғни 0 болуы, болмаса 0%-ге түсіп кетуі, болмаса 30%-тен төмендеп кетуі, осы жағдайларда бедеулікке алып келеді. Бұны алдын алу үшін әрине біздің ағзамызда дәрумендер жеткілікті болу керек, иммунитетіміз мықты болу керек. Осы кезде ғана біздің деніміз сау, өмірге бала, денсау ұрпақ алып келеміз. Соған барқан әрқашанда иммундық жүйелерімізді көтеріп, нығайтып жүріңіздер, спортпен шұғылдану керек. Және табиғи түрдегі және пантоклин дәрілер, витаминдерін алып қолдансаңыздар, оның құрамында амин қышқылдары бар. Олардың да пайдасы адам ағзасына өте зор. Жаңағы ат спорты дейміз, атқа отыру дейміз, таза ауада спортпен шұғылдану, жүгіру, жаңағы қозғалыс арқылы дененің қозғалысы біздің денсаулықтың нығаюына, иммундық жүйеміздің
көтеруіне алып келеді. Сонымен қатар үй жағдайында асқабақтың дәнін деп жүрміз. Оның құрамында цинк элементі бар. Цинк витамині осы асқабақтың құрамында көп кездеседі. Соған байланысты асқабақтың дәнін кептірілген жаңағы магазиндерде болмаса аптекаларда сатылады. Соларды алып қолданып күніне бір қасық ас қасықпен қолданып тұрсаңыздар ағзадағы цинктің деңгейін көтеруге алып келеді. Ол да бір сіздің жаңағы еректі қабілетіңізге, сонымен қатар өзіңіздің жалпы иммундық жүйеңіздің нығаюына, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартуға алып келеді. Достар, мынау дәрумендердің барлығы ешқандай адам ағзасына зиян тигізбейді. Бұл адам ағзасына керекті болғаннан кейін бұл дәрумендерді ішіп қолдану керек. Егер ағзада дәрумендердің деңгейі түсіп кететін болса, осы жағдайларда адам ағзасында әртүрлі аурулардың болуына алып келеді. Бүгінгі видеомыз сіздерге ұнаған болса, астына комментарий қалдырып, біздің қабылдауға, менің қабылдауыма жазылу үшін төменде телефон қалдырып кетеміз, соған хабарласып жазылсаңыздар болады. Қазіргі кезде онлайн түрде, офлайн түрде жұмыс жасап жатырмыз. Қабылдауды біздің менеджер тіркейді, сол уақыт бойынша біз қабылдау жүргіземіз. Сау сәлеметте болыңыздар. Келесіде қандай видео шыққанын қалайсыздар, астына жазып кетіңіздер.